Ақыл үкімдеріне кіріспе. Aqsamu hukmil aqli la mahala hiya al-wujubu thumma al-istihala thumma al-jawazu thalithu al-aqsami fafham munihda lazzat al-afhami. Үш үкімді қабылдайды таразысы ақылдың. Осы үшеудің бірімен ақыл берер бағасын. Бірі уәжіп, бірі мұхал, бірі жайыз олардың. Кім бұларды түсінсе, сезінер ілім ләззатын. Ақыл таразысы үш үкімді қабылдайды. Олар уәжіп, мұхал және де жайыз деп аталады. Бұлардың анықтамаларына кейінірек тоқталатын боламыз. Кім бұларды түсінсе, сезінер ілім ләззатын дейді. Ақида ілімі ақылменен тікелей байланысты ілім. Ақида ілімін түсіну үшін адам ақылын жақсы жұмыс жасатуы керек. Ақылы жақсы жұмыс жасаған кісі ақиданы да түсінеді. Себебі ақида ол мәтінге ғана сүйенбейді, сонымен қатар ақылға да сүйенетін ілім. Кітап авторы сөзін жалғастырып айтады. وواجب شرعا على المكلف معرفة الله العلي فاعرفي أي يعرف الواجب والمحال مع جائز في حقه تعالى ومثل ذا في حق رسل الله عليهم تحية الإله. Шариғатта әр жауапты адамның бар міндеті. Тану керек ол Раббысын жалғыз әрі құдіретті. Таниды адам Раббысын сипаттарын саралап, уәжібіне, мұхаліне, жайызын және бағалап. Сол сияқты пайғамбар деп білінген әр адамның осы күнмен таразылап біле аласың жағдайын дейді. Кітап авторы, Алла одан разы болсын, осы 6 жол өлеңде ақида ілімінің негізгі 2 саласын атап өтті. Оның біріншісі илахият, яғни Аллаху Тағалаға қатысты мәселелерді зерттейтін бөлім. Екіншісі нубуат, яғни пайғамбарларға қатысты мәселелерді зерттейтін ілім. Шариғатта әр жауапты адамның бар міндеті. Мұнда біз мүкәлләф сөзін жауапты адам деп аудардық. Мүкәлләф сөзі термин сөз. Бұл сөз ақида ілімінде бір түрлі ашықталса, шариғат ілімде, яғни фиқта басқаша түсіндіріледі. Ақида ілімі бойынша мүкәлләф деген адам, Матуриди мазхабы бойынша мүкәлләф адамға қойылатын негізгі шарт оның ақылы. Ал Аш'ари мазхабында болса, адамның мүкәлләф болуы үшін оған 4 шарт қояды. Біріншісі, ақыл есінің толық болуы, балиғат жасына толуы, оған дұрыс дағуаттың жетуі және де сезім мүшелері толықтай жұмыс жасауы. Егер осы нәрселер болса, онда ол адам ақидада мүкәлләф болып аталады. Ал шариғаттағы мүкәлләф адам ол ақыл есі дұрыс, балиғатқа жеткен және де мұсылман болған адам. Бұл өлеңде шариғатта әр жауапты адамның бар міндеті деп шариғат бабына қарап жатыр. Яғни әрбір мұсылман ақыл есі толық және де балиғатқа толған адам, оған белгілі бір жүк артылады. Ол жүк өзінің Раббысын танып білуі. Алайда біз білеміз, Аллаху Тағала ол физикалық дене емес. Сол үшін оны көріп немесе ұстап біле алмаймыз. Ендеше қалай біле аламыз? Бұл сұраққа Аллаху Тағала біздерге өзінің сипаттарын түсіндіріп жауап берген. Біз осы сипаттарына қарап отырып Аллаху Тағалаға не нәрсенің уәжіп болатынын, не нәрсенің мұхал болатынын және де не нәрсенің жайыз болатынын біле аламыз. Сол сияқты пайғамбар деп білінген әр адамның осы күнмен таразылап біле аласың жағдайын дейді. Яғни тарих бойынша білінген әрбір пайғамбар, яғни әрбір пайғамбармын деген адамның қаншалықты пайғамбар болғанын, ол шынайы пайғамбар ма, өтірік пайғамбар ма, оны да осы сипаттарына қарап білеміз. Яғни сипаттарын ақылымызбенен таразылаймыз. Егер сипаттары тура келсе, онда ол пайғамбар. Ал егер әлгі сипаттарға тура келмесе, онда ол пайғамбар емес демек. Ал енді ақыл үкімдерінің анықтамасына қысқаша тоқталсақ. فالواجب العقلي ما لم يقبل الانتفاء في ذاته فابتهلي والمستحيل كل ما لم يقبل في ذاته الثبوت ضد الأول وكل أمر قابل للانتفاء وللثبوت جائز بلا خفاء. Бар болуы міндеттіні меңзесек, оған уәжіп деген атау қойылмақ. Бар болуы ақылға еш сыймаса, оған мұхал деген термин таңылмақ.
болуы мен болмауы тең түссегер, бұл жағдайда жайыз деген бар атақ. Әрқайсына жеке-жеке тоқталсақ. Бар болуы міндетті нәрсеге оған уәжіп деп аталады. Уәжіп сөзінің терминологияда уджубан, болуы міндетті, табиғи деген синонимдері қолданған болуы мүмкін. Ал бар болуы ақылға еш сыймаса, оған мұхал деген термин таңылмақ дейді. Бар болуы ақылға еш сыймаса, оған мұхал деген термин таңылмақ. Мұхал деген нәрсе ол ақылға еш сыймайтын нәрсе. Терминологияда оның мұстахил, ақылға еш сыймайтын, ақыл қабылдамайтын деген сынды синонимдері қолданған болуы мүмкін. Болуы мен болмауы тең түссегер, бұл жағдайда жайыз деген бар атақ дейді. Яғни кейбір нәрселер бар, оның болуы менен болмауы бірдей. Бұл сынды нәрселерге жайыз немесе мүмкін деген атақ беріледі. Әрқайсысына мысал беріп тоқтасақ. Уәжіп деген адамның ақылы оны осылай қабылдап үйреніп қалған. Яғни адамның ақылы үшін өте табиғи болған. Одан өзгесі бола алмайтындай болып көрінген нәрселер. Мысалға, қандай да бір кісінің баласы жасы тұрғысынан өзінен кіші екендігі. Бұл уәжіп. Ақыл бұның терісін қабылдай алмайды. Ақыл үшін ең табиғи болған нәрсе осы. Баласы өзінің әкесінен кіші. Екінші нәрсе мұхал. Мұхал деген ол әуелгінің теріс жағы, ақылға теріс келетін нәрсе. Мысал беретін болсақ, баласы өзінің әкесінен жас тұрғысынан үлкен десе, бұны ақыл әсте қабылдай алмайды. Осы сынды нәрселерге мұхал деп айтылады. Ал енді болуы мен болмауы тең түсуі, яғни бұлай да болады, немесе керісінше де болуы мүмкін деген нәрселерге жайыз деп аталады. Мысалға, баласы әкесінен бойы тұрғысынан ұзын немесе қысқа. Ақыл бұл екеуісін де қабылдай алады. Себебі кейбір әкелер бар өзінің баласынан ұзын, ал кейбір әкелер бар өзінің баласынан қысқа. Осы сынды нәрселерге жайыз деп аталады. Осылайша біз ақыл үкімін қысқаша ашықтаған болдық. Ары қаратай кітап авторы рахимахулла әлем және де оның жаратылғандығының дәлелі деген бапты ашықтайды. ثم اعلمن بأن هذا العالم أي ما سوى الله العلي العالم من غير شك حادث مفتقر لأنه قام به التغير حدوثه وجوده بعد العدم وضده هو المسمى بالقدم. Есте сақта, мына әлем дегеннің, яғни Алладан өзге барлық нәрсенің еш күмәнсіз бастауы бар жаралған, себебі онда өзгеріс бар құбылған. Жоқтан кейін пайда болған әлемді қидан болған Халиқ Алла жаратқан. Мұнда көңіл аударатын бірнеше нәрсе бар. Біріншісі, әлем сөзі. Әлем, яғни Аллаху Тааладан өзге барлық нәрсе. Барлық нәрсе әлемнің ішіне кіреді. Бұл әлем жаратылған. Себебі әлемге қарап отырсақ, оның бойында өзгерістерді көреміз. Кітап авторы әлемнің жаратылғандығын дәлелдеу үшін логикалық тәсілге жүгінген. Айтады, еш күмәнсіз бастауы бар жаралған, себебі онда өзгеріс бар құбылған дейді. Әлемге қарайтын болсақ, оның үнемі қозғалып жатқанын, өзгеріп жатқанын, құбылып жатқанын көре аламыз. Әрбір құбылбалы нәрсенің соңы бар. Әрбір соңы бар нәрсенің бастауы бар. Әрбір бастауы және соңы бар болған нәрсе ол мәңгі емес. Ендеше мәңгі болмаған, жарты жерден пайда болып, кейіннен қайтадан жоқ болатын нәрсенің міндетті түрде жаратушысы болу керек, ол Аллаху Таала. Мінеки, кейіннен пайда болған нәрсені жаратушы ежелден бар болған Аллаху Таала. Бұл жерде Аллаху Тааланы қадим деген сипатпенен сипаттаған. Кейбір бауырларымыз бүгінгі таңда Аллаху Тааланы қадим деп атаған адамдарға біраз шүкелесіп қарап, ерексіп кететіндей болады. Себебі Аллаху Тааланың қадим деген сипаты жоқ деп дауласады. Аллаху Тааланың қадим деген сипаты
Құранның мәтінінде немесе пайғамбарымыз саллаллаху алейхи уассаламның хадисінде келмесе де, ол кейінгі келген ғалымдардың иджмағыменен бекітілген сипат. Себебі аббасилердің дәуірінде сонау антика философиясы аударылған кезінде Аллаху Тағаланың әуәл сипатын қадим деп аударған. Яғни бұл грек тілінен аударылған кезінде осылай қадим деп аударылған. Оның Құран мәтініндегі баламасы әуәл деген сипат. Яғни хуәл әуәлу вәл ахиру вәл захиру вәл батин. Аллаху Тағаланың әуелгілігі оның қидамы деп айтамыз. Яғни ежелден бар болуы, немесе басталуының басы жоқ деген мағынаға сиятын бұл сипаттар екеусі синонимдес сипаттар. Сол үшін бұл жерде бір дау тудыратын еш мәселе жоқ. Осылайша бүгінгі сабағымызды тамамдаймыз. Ва ахиру дауана анил хамдулиллахи раббил аламин вал ақибату лил муттақин вассалату вассаламу аля сайидина Мухаммадин ва аля алихи ва асхабихи ajma'in.